Сіздер Атлантида туралы естіген шығарсыздар. Бұл құпия континент ежелгі өркениеттің мекені болған дейді. Ал Платон оны теңіз астына кеткен алтын ел деп сипаттаған. Бірақ ол қайда? Шынымен болған ба? Видеоны бастамас бұрын, мен 10 000 подписчик жинауды мақсат етіп қойдым. Сондықтан дәл қазір каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Пікірге тіпті нүкте жазсаңыз да болады. Видео жалғасады. Атлантида туралы алғашқы деректерді грек философы Платон біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырда жазып қалдырған. Оның айтуынша, Атлантидада жоғары технологиялар, керемет архитектура және теңдессіз байлық болған. Бірақ бұл өркениет құдайларға қарсы шыққандықтан үлкен су тасқыны салдарынан жойылған. Бірақ қызығы мынада, Атлантида туралы аңыздарды зерттеген кей ғалымдар бұл континенттің орнын табуға тырысты. Олар Атлант мұхитынан бастап Антарктидаға дейінгі аймақтарды тексерген. Бір гипотезаға сәйкес, Атлантида қазіргі Бермуд үшбұрышы аймағында орналасқан. Бірақ бұл теория әлі дәлелденген жоқ. Айтпақшы, 2017 жылы археологтар Атлант мұхитынан түсініксіз құрылымдар тапты. Олар бұл Атлантида болуы мүмкін деп мәлімдеген. Бірақ ең қызығы, сол жылы бұл аймақтағы магниттік өрістерде ауытқулар байқалған екен. Бұл аномалияны ешкім түсіндіре алмады. Кейбіреулер Атлантида ешқашан болмаған, бұл тек Платонның ойдан шығарған утопиясы дейді. Басқалары бұл өркениет шынымен болған, бірақ ол басқа ғаламшардан келгендермен байланысты деп санайды. Сіз қалай ойлайсыз? Атлантида шындық па, әлде тек аңыз ба? Пікірге ойыңызды жазып, видеодағы қателікті тауып көріңіз.